Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді үй жағдайында бал қосылған торт дайындайтын боламыз. Барлық керекті қоспаларды описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Алдымен қызып тұрған ыдысымызға әселімізді салып, жақсылап әселіміз ерігенше қозғайтын боламыз. Осылай әселіміз ерігеннен кейін, оның үстінде сары майымызды осылай бөліктерге бөліп, әселдің үстіне саламыз да, оны да осылай жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз және оның үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше толықтай осылай жақсылап араластыратын боламыз. Осы кезде араластырып жатқан кезде оның үстіне бір шай қасық ас содасын салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Массамызды осылай тоқтатпай, үзбей отырып араластырамыз. Міне осы кезде біздің бал қосылған массамыз осылай түсі өзгеретін болады. Осы уақыт аралығында түсі осылай өзгергеннен кейін, оның астын өшіріп 10 минутқа суытып қоямыз. 10 минуттан кейін 2 жұмыртқамызды салып, толықтай жұмыртқамызды жақсылап араластыратын боламыз. Бұдан артық жаңағы массамызды көбірек отта ұстамаймыз. Егер көбірек ұстасаңыздар, біздің балымыз қатты күйіп кетуі мүмкін. Міне түсі осындай болған кезде оны оттан алатын боламыз. Енді оның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды бөліп сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, өте әдемі қамыр болып шығатын болады. Міне сонымен біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Енді осы қамырларымызды бөліктерге бөлетін боламыз. 90 граммнан өлшеп бөлсеңіздер де болады. Мен осылай 90 граммнан өлшеп 11 бөлікке бөлдім. Алдын ала ұнымызды сеуіп, міне осылай бөліктерге бөліп, оны дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Енді әрбір бөлген бөліктерімізді осылай оқтаудың көйлегімен дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Жұқа етіп жайып алғаннан кейін арнайы форманың көмегімен оны өлшеп, шет-шетінің барлығы бірдей болу үшін өлшеп дөңгелек етіп, бірдей етіп кесіп алатын боламыз. Енді менің ол жердегі осылай бөлгенім видеоға түспей қалған екен. Дәл осылай жайып алғаннан кейін арнайы тарелканың немесе торт пісіретін форманың көмегімен осылай бөліп кесіп аламыз. Және 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште осылай барлық көшіктерімізді 5 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді оның арасына жағатын кремін дайындаймыз. Менде осындай сары май және сгущенка болды. Жақсылап біркелкі етіп, майымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кремді әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Мен енді осылай жасадым. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді жаңағы піскен коржықтарымыздың біреуін алып, осындай арнайы блендердің көмегімен жақсылап майдалап алатын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда оны кәдімгідей оқтауменен бөліп немесе пышақпен майдалап бөліп, осылай майда етіп бөліп алатын боламыз.
Міне жақсылап осылай үгітіп алдық. Енді оны арнайы бір ыдысымызға салып бір шетке қоя тұратын боламыз. Енді жаңағы пісіріп алған қошықтарымыздың барлығына астына бір ыдысқа осылай кремімізді жағып, қошықтарымызды кезегімен қойып, әр қойған сайын кремін жағып, оның үстіне кезекпенен қошықтарымызды осылай бір тегіс етіп қойып, жағып шығатын боламыз. Міне барлық қошықтарымызды осылай арасына кремді жағып қойып болғаннан кейін, жаңағы майдалап алған қошықтарымызды осылай бір тегіс етіп барлық жағына сүйіп шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің бал қосылған тортымыз дайын болды. Өте керемет болып пісіп шығады. Сіздерге де кеңес беремін, дәл осылай үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.